Мә, достар, менің 3 арманым бірден орындалды ғой, сенесіздер ме? Осылай шай ішіп отырсам, менің WhatsApp-ыма хат келіп тұр. Хатты ашсам, хабар арнасынан боламыз, сізді айналайын бағдарламасына қонақ ретінде шақырамыз деді. Оны оқып шокпын, мәзбін, бірден Астанаға қарай жол тарттым. Жетісайдан Шымкентке келіп, Шымкенттен Астанаға қарай жол тарттым. Маған пойызға міну ол да бір арманым болатын. Өйткені бала күнімде мінгенмін, ес білгелі пойыз мінбегем. Сол себепті пойызға мініп көрейін деп пойызға мініп Астанаға келдім. Астанадан бауырым күтіп алды. Сонымен оның үйіне барып, таңғы асымды ішіп, кішкене ұйықтап алдым да, сонымен эфирге дайындалдым. Эфирге өзім сықиып боянып алып, осылай дайындалып шықтым. Астананы да мүлдем көрмегем, айтпақшы қыздар, Астананы да көріп алдым. Астана өте әдемі қала екен. Сонымен Казмедиаға да келіп жеттік. Оны көргендегі сезімім өте ерекше, іші де аурасы да өте керемет екен. Сонымен ішке кіріп, қыздарды осылай эфирге дайындап жатыр екен. Мен өзім боянып келдім. Сонымен бұл жерде боянған жоқпын. Енді қараңыздар, эфирдің ішіндегі қаншама камералар, тікелей эфир, кішкене қобалжу болды. Өзім айнаға қарап, ләззат қобалжыма, давай өзіңді өзің қолға ал, әдемілеп сөйле деп өзімді осылай дайындап алдым. Сонымен эфир басталып кетті. Эфир барысында қалай YouTubeқа видео салатынымды көрсеттім, және де қалай видео түсіретінімнің барлығын көрсетіп шықтым. Және де сол жерде өзімнің YouTube'тан алған күміс батырмамды да көрсеттім. Журналистер өте таң қалып, бізге де жосты болсын деген ниетпен эфиріміз күшті болып өтті. Эфирден кейін Астана қаласындағы өзімнің таныс достарыммен кездесіп жолықтым. Жолыққаннан соң бауырым үйіне қонып, таңғы рейспен аэропортқа билет алған болатынмын. Сонымен міне қараңыздар, аэропортқа алғаш рет келуім, 3-ші арманымның бірі самолетқа міну болатын. Енді бұл армандар біреу үшін жай ғана зат шығар, мен үшін бір үлкен жетістік деп ойлаймын. Міне ұшаққа да келіп жайғастық. Ұшаққа отырғандағы іштегі сезімімді айтып жеткізу мүмкін емес. Аллаға тек шүкір деумен келдім. Аллаға сансыз шүкір, маған осындай әдемілікті, сұлулықты көрсеткен. Менің түсінгенім, өмірде мүмкін емес нәрсе жоқ екен. Шектеу тек миымызда. Сол үшін армандаңыздар, әрекет жасаңыздар, тоқтамаңыздар дегім келеді. Армандар орындалады. Мен сіздерді жақсы көремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет.